Енді Шығыс Қазақстанда мен енді бұл өңірдің негізі тумасы емеспін ғой. Мен жылда осы Шығыс Салғырына басталып өткізілгеннен бері қарай келіп жүрмін. Қазір енді ойлаймын, осы мына жаңа әкім келгеннен бері, Берік Көшербаев келгеннен бері, мына халықтың рухы да, халықтың бір ұлттық құндылыққа деген бір сезімі оянған сияқты. Мен өте көп шынында да бар жерде сол кісіні үлгі қылып айтам, облыстардың жүргенде. Өзім журналист болғасын, мен жазбаларымда бәрінде айтып отырам. Сіздер деген міне Шығыс Қазақстан облысынан үйреніңіздер. Еш жаңағы жоқ тақыр жерден осындай дүниені халықтың алдына алып шықты. Бұл жаңағы қазақта айтады ғой, басшысы жақсы, ел азбайды дейді. Басшы жақсы болса, ол бәр жерде мүмкіндікте табылады. Халықтың өзімен ұйымдастыра алады. Мысалы, біздің құсбегілік, бүркітшілікке керемет соған миллиондаған қаржының керегі жоқ. Бұл халықтың өзінің қолында тұрған дүние.